Сәлем бәріне, бүгін 17-4 есепті шығарамыз. Бұл жерде өрнектің мәнін табыңдар депті. Ал түсіндіріп кетейін. Бұл жерде мына өрнек берілген, және де А-ның А тең Б тең -2-ге депті. Ал енді бұл жерде біз мына өрнекті мынандай қылып өзімізге түсінікті қылу үшін осылай жазып аламыз. Яғни мынаның арасында бөлу тұр, соны біз осындай сызықша бөлшек қылып жазып тастаймыз. Сонда осылайын бізде шығады. Сосын мына жерде дәрежелері қысқарады. Мына жерде мысалы бөлу тұрса 8-ден 7-ні азайту керек. Сонда мынандай осылайын шығарамыз. Және де мына жерде соңына қарай міне А, Б 4 дәрежесі шығып тұр. Сонда біз оның орнына қоюымыз керек. Сонда 0,1 көбейтілген 7, міне А-ның орнында көбейтілген -2 Б-ның орнында. Міне осылайынан шығады. Яғни мұнда -2-ның 4 дәрежесі депті, ол 16-ға тең, 16-ны 7-ге көбейткенде 112-ге тең, 112-ні 0,1-ге көбейткен кезде 11,2 саны шығады. Екіншісінде бізде бұл жерде дәл солайынан бөлуді бөлшекке айналдырып аламыз. Сосын мына жерде x пен x қысқарады, мына жерде қысқарылады, бірақ та мұнда -1 саны шығып кетеді. Себебі бөлшектің үстінде бізде кішкентай сан тұр, ал бөлшектің астында 5 тұр, яғни үлкен сан тұр. Ал бізде ол керісінше болу керек. Сол себепті бізде -1 шығып кетеді. Мына жерде 2,15 азайтылған 2,16 сан сразу азайтылса болатын еді, егерде мына жерде дәрежелері бірдей болса. Сол себепті біз оны азайта алмаймыз. X пен Y-ті қоямыз. Сразу, яғни өрнекті жазып аламыз, қысқартып, сосын сразу өрнектің бойындағы әріптерге санды қоямыз. Үшіншісінде бұл жерде дәл солайынан бөлу болса қысқартып жібереміз. Мына жерде уже үстінде 6-сыны, яғни үлкенірек сан, астында кішірек сан тұр. Мына жерде де дәл солайынан. Сосын өйстіп шығарамыз өрнекті қысқартылымы бойынша. Және де Т-ның орнына -3-ті қоямыз, Z-дің орнына 0,2 санын қоямыз, сөйтіп осылайынан шығарып жібереміз. Ал төртіншісіне кішкене өзгешелеу, мына жерде мына сандағаны бөлшекке айналдырып аламыз, ал мына жерінде -0,6 А, оның дәрежесі көбейтілген деп тұр, яғни көбейтілген болып кетеді. Сонда осылайынан шығарамыз. Бұл жерде де оңай есеп. Енді 17-6 есепті шығарайын. Бұл жерде бізде осындай өрнек берілген екен. Енді бұл жерде қосындыны көбейтінді түрінде жазыңдар депті. Ал бастайық. Мұның арасында көбейту тұрғандықтан біз x-тің 4 дәрежесі көбейтілген y-тің квадраты деп жазып алуға болады. Сонда x4 көбейтілген y квадраты. Міне дәл осы мән шығып тұр. Плюс келесі, бұл жерде 3 көбейтілген x 4 дәрежесі деп тұр. Сонда 3-ті жазамыз, сонда x4-ті көбейтеміз 3-ке, сонда 3x4 шығады. Жақсы жабылады. Енді келесісінде бізде минус болады, және де жақшаның сыртында -2 болады, ал ішінде y квадрат азайтылған 3. Азайтылған емес, қосылған болады. Сонда минус пен плюс минусқа айналып кетеді. Тең. Осылайынан жазып аламыз, яғни x4 -2-ні жазамыз, және де жақшаның ішіндегіні жазып аламыз. Екіншісінде бұл жерде бізде жақшаның сыртында x куб болады. Себебі y кубты жазамыз, яғни көбейтіледі осы екеуі, сонда осындай сан шығады. Минус бұл жерде 2 болады. Яғни x кубты көбейтеміз -2-ге, шығады -2x куб. Мұнда плюс болады. Плюс 5 ішінде куб азайтылған, мұнда 2 болады.
тең x куб плюс 5 жақша жабылады. Жақшаның ішінде y куб минус 2 болады. Үшіншісінде бізде бұл жерде Үшіншісінде бізде бұл жерде жақшаның сыртында кішкене сәл басқашалау болады. Бізде жақшаның сыртында y квадрат болу керек. Y квадрат жақшаның ішінде минус x5. Яғни мұнда керісінше көбейтілсе де, мұнда мәні осы сан әріптер болады. Плюс 7 болады. Яғни міне y квадрат көбейтілген жерде тең 7 y квадрат шығады. Плюс мұнда бұл жерде бізде минус жақшаның сыртында 1 болу керек. Ішінде минус x 5 дәрежесі плюс 7 болу керек. Тең y квадрат минус 1 жақша жабылады, жақша ашылады, минус x 5 плюс 7 болу керек. Осылайынан шығарамыз. Менің ойымша түсінікті болды. Түсініксіз жерлері болса, маған комментарияға міндетті түрде жазып кетіңіздер. Мен шынымен де жауап беруге тырысамын. Сау болыңыздар.